Vocabulary News Elementary бірінші unit. Language words. Негізгі сөздер. Қандай сөздерді біз қолданамыз? Нәрде ең бірінші grammar words. Грамматикада қолданатын сөздер. Meaning, оның мағынасы. Example, оның мысалы. Нәрде бізде бірінші сөз. Noun. Noun деген бізде зат есім болады. Зат есім. Мағынасы a person or thing. Person деген адам. Thing деген зат. Адам немесе зат. Мысалы, book, кітап, girl, қыз, pen, ручка. Verb. Verb деген бізде етістік. Something we do. Біз істейтін бірдеңе. То есть іс-әрекет. Мысалы, do, істеу, read, оқу, write, жазу. Adjective. Adjective деген сын есім. Мысалы, мағынасы describes a person or thing. Describe деген сипаттау. Адамды сипаттайды немесе затты сипаттайды. Мысалы, good жақсы, bad жаман, happy бақытты, long ұзын. Сосын adverb. Adverb деген үстеу. Оның мағынасы describes a verb сипаттайды етістікті. Етістікте сипат береді. Мысалы, slowly ақырын, badly жаман. Preposition. Preposition деген предлог. Қазақ тілінде ондай сөз жоқ. Оның мағынасы a little word, кішкентай сөз, before a noun, алдында тұрады. Ненің? Noun, зат есімнің немесе есімдіктің. Оның негізгі мағынасы ішінде, сыртында немесе, то есть сондай орын, сондайларды береді. Мысалы, in ішінде, on үстінде, by деген жанында, at деген осы жерде дегенсіз. Singular. Singular деген бізде жекеше. Негізі зат есімдер туралы айтады. Мағынасы just one, біреу ғана. Мысалы, book, кітап, house, үй. Plural. Plural деген көпше, зат есімнің көпше түрі. More than one, бір штуктан көп. Мысалы, books, houses, егер көп болса, осындай болады. Phrase. Phrase деген фраза. О жерде a group of words, сөздердің жиынтығы. Not a complete sentence. Полностью сөйлем емес, то есть толық сөйлем емес. Ол фраза болады. Мысалы, in a house, үйде. At home, тоже үйдің ішінде. An old man, кәрі адам. Sentence. Sentence деген сөйлем. Толық сөйлем. A complete idea in writing. Жазудағы толық идея. Ол басталады capital letterмен. Capital letter деген үлкен әріп, немнәрде берілген. Бас әріппен басталады, және ending бітеді full stop. Full stopпен бітеді. Full stop деген бізде мынау точка. То есть үлкен әріппен, бас әріппен басталып, точкамен бітетін ол сөйлем, толық сөйлем. Мысалы, the man went into the room and closed the door. Ер адам комнатаға кетті және жапты есікті. Paragraph. Paragraph деген бізде абзац. A short part of a text. Текстің қысқаша бөлігі, ол бір сөйлем немесе одан да көп сөйлемдер болуы мүмкін. Beginning on a new line. Жаңа жолдан басталатын текстің бір бөлігі. Мысалы, мына бос орын тұрды, абзац жаңа бет, жаңа жолдан басталады. This book has 60 units. Мына кітапта 60 unit бар. Each unit has 2 pages. Әр юнитта 2 бет бар. 2 сөйлем берілген, мынаның барлығы полностью бір абзац болады. Dialogue. Dialogue деген диалог, екі адамның сөйлескені. Диалог. A conversation between two people. Екі адамның арасындағы сөйлесу. Мысалы, Anne, how's Joe? Joe қалай? Bill айтады. Okay, thanks. Жақсы, okay. Question. Question деген сұрақ. A set of words. Сөздердің жиынтығы that begin with a capital letter. Мұнда үлкен бас әріппен басталады. And end with a question mark. Және сұраулы белгісімен аяқталатын сөйлем ол сұрақ бізде. Are you English? Сен ағылшынсың ба? Do you like school? Саған мектеп ұнай ма? Answer. Answer деген жауап. Reply to a question. Reply деген жауап беру деген сөз. Жаңа сұраққа жауап. Yes, I am. Иә,
No, I don't. Жоқ деген сөз. Дальше. The language of the exercises. Exercise, то есть жаңағы тапсырмаларда берілетін инструкциялардың сөздері. Мысалы, match the words. Сөздерді сәйкестендіру. Міне мына жерде мына нелерді көріп тұрсыңдар ғой, мына жерде сөздерді сәйкестендіреді. Match the words on the left. Сол жақтағы сөздерді to the words with the words on the right. Оң жақтағы сөздермен сәйкестендір дейді. Екіншісі, fill in the gaps. Gaps деген бос орын, fill деген толтыру. Бос орынды толтыр. Jack is at home today. Мына жерде бос орын, осыны толтырды. Correct the mistakes. Correct деген дұрыстау, mistake деген қате. Қателерді дұрыстау. Jack is in home today. Jack is at home today. Мына жерде қатені дұрыстады. Complete the sentence for yourself. Мына сөйлемді өз сөзіңмен бітір. For yourself деген өз сөзіңмен. I go to school. I go to work by bus. Мен барамын автобуспен мектепке. Add another example. Add деген қосу, another тағы біреу, example мысал. Тағы бір мысал қос. Cat, dog, horse, cow. Енді мына жерде тапсырмалар. Мына жерде біріншісі, екіншісі аудару, оны істедік. Дальше. Write these words in the correct column. Дұрыс колонкаға жазу керек. Бірінші колонка noun, зат есім, екінші колонка етістік, үшіншісі сын есім. Енді бірінші book, book бізде зат есім, мына жерге жазылды. Speak, сөйлеу. Сөйлеу ол бізде етістік. Speak. Келесі good, жақсы, ол бізде adjective. Келесі word, сөз, ол бізде зат есім. Келесі house, үй, ол да зат есім бізде. Have, бар болу, иемдену, бар болу, have, ол бізде етістік. Кетті. Write, жазу, ол да бізде етістік. New, жаңа, ол бізде сын есім. Man, ер адам, ол бізде зат есім. Right, оң жақта немесе дұрыс. Right деген дұрыс дегенге, оң жақта деген сын есім. Right. Blue, көк, ол да бізде сын есім. Say, айту, ол бізде етістік. Кетті. Так, think of 4 examples of prepositions. Ойлан дейді. 4 мысал, preposition, предлогқа 4 мысал. Мысалға in, ішінде, on, үстінде, under, астында, және қандай болады. Between болсын, ортасында деген сөз. Дальше, are the phrases, sentence or questions. Мыналар бізде фраза ма, сөйлем ба, немесе сұрақ па. In the dark, ол бізде фраза, ол бізде бас әрпен басталған жоқ, точкасы жоқ, значит, ол просто фраза болады. Do you speak English? Бас әрпен басталады, сұрақ белгісімен бітеді, значит, ол бізде question. A black cat, нәрде бас әрп жоқ, точка жоқ, значит, ол просто фраза. She is writing a book, нәрде бас әрпен басталған, точкамен бітеді, значит, ол просто sentence. What's your name? Бас әрпен басталады, сұрақ белгісімен бітеді, значит, ол бізде сұрақ. I like English. Маған ағылшын тілі ұнайды. Бас әрпен басталады, точкамен бітеді, значит, ол бізде толық сөйлем. Дальше, answer the questions. Мына сұрақтарға жауап беру керек. What is a plural of book? Plural, көпше түрі, what, не. Көпше түрі не, қандай сөздің? Book, кітап дегенің көпше түрі. Кітаптар, books болады. What is a singular of men? Singular, жекеше түрі. Men, ер адамдар деген сөздің жекеше түрі бізде әрпмен болады. Келесі, is from a verb. From деген сөз етістік ба? From деген бір жақтан деген сөз. Жоқ, ол бізде етістік емес. Ол бізде предлог, preposition. A cat,
Is cat an adjective? Cat, мысық деген бізде сын есім бар. Жоқ, бұл бізде сын есім емес, ол бізде зат есім. Is Jane loves Harry a phrase? Фраза ма дейді. Мына Jane loves Harry. Jane Харриді жақсы көреді деген сөз. Фраза ма дейді. Қараймыз. Бас әрпі бар, точкасы бар. Значит, ол бізде фраза емес, ол бізде толық сөйлем. Дальше. Is bad an adverb? Жаман деген бізде үстеу ма? Жаман деген бізде үстеу емес, ол бізде сын есім болады. Adjective. Себебі жаман деген ол бізде етістік емес, зат есімді сипаттап тұр. Егер ол бізде үстеу болатын болса, ол бізде мынандай болатын еді. Badly. Follow these instructions. Мына инструкциялар бойынша істе дейді. Fill in the gap in the question. Fill in the gap. Fill in the gap. Мына сұрақтар бос орынды толтыр. What is your name? Нәрде толтырылды? Okay. Add another example. Қос тағы бір мысал. Color. Түске. Black, green, blue, white. Дальше. Correct these words. Мына сөздерді дұрыста дейді. Speak. Бұл дұрыс емес. Speak болады. English. И-мен басталмайды. Е-әрпен басталады. English. Answer these questions. Мына сұрақтарға жауап бер дейді. Is there a river in your town? Is there бар ма? River өзен сенің қалаңда. No. Match the verbs on the left with the nouns on the right. Сол жақтағы етістіктерді оң жақтағы зат есіммен сәйкестендір дейді. Так, көрейік. Make жасау, make a mistake, қате істеу. Do жасау, homework, үй жұмысын жасау. Have a shower, душқа түсу деген. Все, vocabulary news, elementary, бірінші юнит бітті.